рецептті мен бұрын соңды қалай білмегенмін деп таң қалдым ғой. Жайманы сорпаға салмас бұрын бірінші салқын суға салып, осылай жақсылап жуып аламыз. Не себепті бұлай жасап жатқанымды видеоның соңынан білесіздер. Қазанға майды құйып, етімізді салып, жақсылап қызартып тұрып қуырып аламыз. Одан кейін үстінен пиязды салып қуырып аламыз жақсылап. Келесі кезекте сәбізді салып қуырып аламыз. Енді дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка және де өздеріңізге ұнаған дәмдеуіш қоссаңыздар болады. Кішкене томат қосып, жақсылап араластырамыз. Енді үстінен еттің бетін жауып тұратындай су құйып, баяу отта еті піскенше қайнатамыз. Еті пісуге жақын қалған кезде үстінен картоп және де қалауларыңыз бойынша бұрыш қоссаңыздар болады. Кішкене соевый соус құйдым, жақсылап араластырып, картопы піскенше тағы да қайнатамыз. Тұзды суымызды алдын ала қайнап дайын тұру керек, және де мұнда кемидің жаймасын бірінші салқын суға салып жақсылап жуып аламыз. Осылай араластырып, көріп тұрғандарыңыздай әппақ крахмал шығады. Және де осылай жуып салатын болсаңыздар, кәдімгі қолдан